Каналыма қош келдіңіздер ханымдар, сіздермен Фируза Мырзаева. Бүгін шаштың ұштануы, оның түсе беруі, сынғыштығы, өңсіздігі жайлы айтқым келіп отыр. Бұл мәселе көпшілік ханымдарда бар, өйткені шаш боялады, фенмен кептіреміз, утюжок көп қолданамыз деген сияқты. Соның салдарынан біздің шашымыз өзінің сапасын, качествосын жоғалтып алады. Оған арнайы күтім керек. Сонда күтім жасалмағаннан кейін шашымыз күннен күнге, айдан айға, жылдан жылдан нашарлап бастайды. Ең бірінші өзіңіздің басыңызды жуатын шампуньыңызға мән беріңіз. Ол өте сапалы, ешқандай добавкасыз, парафин сульфатсыз болу керек. Одан кейін аптада 1-2 рет табиғи маскалар жасап тұру керек. Соған орай сіздерге қазір күшті өзім қолданатын, нәтиже көрген керемет рецептпен бөлісемін. Бұл рецептте бізде табиғи заттардан тұрады. Шашыңызды нәрлендіреді, жұмсартады, оған витаминдер енгізіледі, және де шашыңыздың качествосы дейді ғой, сапасын қайтып қалпына келтіруге жақсы көмектеседі, және де ұштануына ем болады. Ең бірінші бізге жұмыртқаның сарысы қажет болады. Бір жұмыртқаның, оған 1 шай қасықтай зәйтүн майын қосамыз. Одан кейін бал қосамыз ханымдар. Бал таза болуға мән беріңіздер. Таза балда нәтиже жақсы болады. Барлығын араластырып аламыз. Шаштың ең бірінші ұштарына жағып шығамыз ханымдар. Ұштанған ғой шаштарыңыз, сол ұштарына жағып шығамыз, өйткені біздің шашымыздың ұшына жетпей қалады. Құрғап кетеді да, ол жаққа былайша айтқанда увлажнение жетпейді, ылғал жетпейді, сондықтан ол құрғайды. Жақсылап сол ұштарына жағып шығамыз, ал түптеріне кішкене қалғандарын қолдарыңызда қалғанымен ғана уқалап массаж жасап, шашыңызды целлофанмен орап, шашықпен орап, 1 сағат, 1,5 сағат көлемінде қалдырамыз. Одан кейін барып жылы сумен, шампуньмен жуып тастаймыз. Бұл әдісті аптада 1 рет жасауға кеңес беремін. Нәтижесі 1 жасағаннан байқалады. Шашыңыз жұмсарып, әдемі жылтыр қалыпқа келетін болады. Сонымен қатар шашқа арнайы күтімдер бар, ода витаминдер енгізу, ол жайлы ссылка қалдыратын боламын. Соны көрсеңіздер де болады. Иншалла осы масканы үзбей аптада 1 реттен жасап тұрсаңыздар, шаштарыңыз өз қалпына келіп, жылтырап, сіздерге рахмет айтатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналыма тіркеліңіздер ханымдар.